Баяғы өткен заманда көне бір өлкедегі зәулім сарайда бір ханзада өмір сүріпті. Төрт құбыласы тең, ештеңеден таршылық көрмепті. Алайда өте мейірімсіз, өзімшіл менмен екен. Бір күні қыстың қақаған суығында оның қамалына бір егде әйел келеді де ханзадаға жалғыз раушан гүлін ұсынып, есесіне осы қамалда бір күн түнеп кетуді сұрайды. Егде әйелдің ұсқынсыз түріне қараған ханзада ұсынған гүліне менсінбей мұрнын шүйіріп, әйелді қуып шығыпты. Алайда әйел ханзадаға адамның сыртқы келбетіне алданбай, ішкі жан дүниесіне үңілу керектігін ескертеді. Ханзада оған да құлақ аспапты. Сол кезде әлгі әйел ғайып болып, оның орнына ғажайып бір сұлу қыз пайда болыпты. Сұлу қызды көрген ханзада оның сарайға енуін сұрайды. Қатты ашуланған әлгі егде әйел сол кезде ханзаданы және сарай тұрғындарын қарғыс дуасымен дуалап тастайды. Өзінің ұсқынсыз келбетіне құсаланған ханзада сарайға бір жола қамалады. Сиқыршы ұсынған раушан гүлі сиқырлы болатын. Гүлдің соңғы гүлде түспей тұрып, ханзада бір қызды кезіктіріп, екеуі бір-бірін шын жақсы көрсе ғана сиқырдың күші жойылады. Әйтпесе, ханзада мәңгі құбыжық қалпында қалады. Жылдар жылжып өтіп жатты. Дуаланған ханзада әбден күйзеліп өмірден түңіледі. Әрине, қалай олай етпеске, мұндай құбыжықты кім жақсы көрсін? Шахар өзі сондай шағын, күндері өлшем бір келгін. Оянып адамдар артаңда, тілейді саулық. Бонжур, 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 бонжур. Міне біздің наубайшы келе жатыр, тәтті тоқар сатады ол. Күніміз бір сарынды, күн сайын қызыл тірлік өтіп жатыр кепенмен. Қайырлы таң бе? Қайырлы таң мырза. Қайда бара жатырсың? Кітап дүкенге керемет бір шығарма оқып шықтым. Сонда ас бұршақ және Жарайсың. Мари, тоқаштарды әкел. неткен қияқ жол бекер жеді өзі, жоқ шаруасы тірлікпенен. Езілер тіпті таптар, қалтап жүр аспанда, күлкілі елді еткен бұл біздің бәл. Бонжур, бонжур. Қалымыз қалай? Бонжур, сұлу. Әйелің қалай? Жұмыртқа беріңдер, ақшам жетпейді. Өткен бір сарынды бөлімі. О, бәл. Қарлы таң, алған кітабымды қайтарайын деп келдім. Оқып болдың ба? Аз алмай оқыдым. Жаңа кітап бар ма? Ха-ха, кешелі бері жаңасы түскен жоқ. Жарайды, онда мынаны ала тұрайын. Мынаны ма? Сен мұны 2 рет оқыдың ғой. Бұл менің ең сүйікті кітабым. Мұнда алыс-алыс өлкелер, ханзаданың ерлігі, сиқыры мен сезімі туралы. Ең сүйікті кітабың болса, онда саған сыйладым. Бірақ мырза, Ал деймін. рахмет мырза, көп рахмет. Неткен қияқ жол бекер жеді өзі, жоқ шаруасы тірлікпенен. Езілер тіпті таптар, қалтап жүр аспанда, күлкілі елді еткен бұл біздің бәл. Бұл ғажайып емес пе кітаптағы қиял әлемі? Кездесіп ханзадаға, ал үшінші тарауда жолдары тоғысады. Қызды сұлу деп бекерге айтпайды, сыңғырлаған үні де бар.
Мен мына суретті бітіре алмайтын шығармын. Әке, солай дейсіз. Я, бұл жолы мен рас айтамын. Мен өз ойымдағы суретімді ешқашан да бітіре алмайтын шығармын. Әке, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Және де ертеңгі болатын көрмеден бірінші орын аласыз. Сен шынымен осылай ойлайсың ба? Әрине, әке. Онда мен қазірде мынау суретті салып бітіремін. Ғажап, өте жақсы, әке. Әрине, мен көрмеге кеттім. Жолыңыз болсын. Сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Мен көрмеге келемін. Раушан күні суға басты. Ал Ханзадан жүрегін жаулайтын қыз әлі келмеді. Құбыжық өмір бойы құбыжық болып қалды. Ау, кім бар? Ақырын қазір кететін шығар. Сен барма мұнда. Дымыңды шығармайын егер ақырын. Менің мазалайтын ойым болған жоқ. Бәрі істегенім дүние шығатын жер. Достар, жан ашылы. Әрине маза, қош келдіңіз. Я, бәрі білдірдің қойым ер, жарайсың, жетістік. Кім екен мұнда? Мен мұндамын. Мынаны қалай жасаған? Сіз қарсы болмасаңыз, бұл жабық болып келеді. Кешіріңіз, мен өз өмірімде ешқашан да осындай сөйлейтін сағатты көрмеппін. Маманы суы келіп суғамыз, жүріңіз, тасыл жапын қосына барып жолыңыз. Рахмет. Жоқ. Қожайын біліп қойса, не істейтініңді білесің бе? Тоқта деймін саған. Жоқ. Қожайынымыздың орнына отыра көрмеңіз. Мен оны көріп тұрған жоқ. Мынаны қарайгөр. Музыка. Біздің артық кеттік, мұнымыз жарамайды. Қош келдіңіз, мырза. Балалар, есіктің бізге қонақ келді ғой. Тезірек ыстық шай ішілтайық. Ыстық шай ішесіз бе, мырза? Бойыңыз лезде жылып қалар еді. Бізді шайды ішкен де аманда, ішпеген де аманда. Болмайды, қайдағы шай? Звук двери. Стропот. Қайтты. Өте бабам келген бе? Ол кісі орманда адасып кетті. Тоңып, үсті-басы мамандай су болып қалды. Ол рас айтады. Оған жаным жоқ. Тыңдашы, ол орманда түсіп қалды. Қожайын, түсіндірге бір шай беріңізші. Мен бұған баста қарсы болған бәріне мыналар кінәлі. Болмайды деп қанша рет айтқанмын. Кімсің өзі? Мұнда не істеп жүрсің? Мен орманда адасып кеттім. Сені мұнда кім шақырды? Мен түнеп шығатын жер іздедім. Неге тесірек қарайсың? Қарамадым. Мұнда құбыжықты тамаша алуға келдім бе? Бөтен ой болған жоқ. Бәрі істегенім түнеп шығатын жер. Ендеше осында түнейсің. Қамалымызға қаз келді ме? Ол біздің қожайымызға ғашық болып, қамалды қарғыса тұқарып, бәрімізді де қайдаламыз ба? Тыныштал. Өкінішке орай, ол ешкімді қыз емес. Онда келген қонағымыз кім? Ол орманда адасып кеткен жолаушы. Деумен оны аяқ үшін аяқ шай ішіп, жылынуға шақырған болатын. Оған тіл қауіпті қатпас еді. Оны адами маңдай ыстық шай беріп, қожайынның орнына отырғызып жарайсың. Мен қонақжайлықтан тұрған келдім. Жауапкершіліктен жырдайсың, ішқалақсың. Өз ісіңе жүрдім бардым қарайсың.
Өтінемін, жіберіңізші оны. Әке, мені қалай есеп тапты? Құрсыпсы қой, мына жерден тезіріп кетейікші. Жоқ біл, өзің кете бер қызыл. Сізді тастап ешқайда кетпеймін. Жоқ біл, сен кетуің керексің. Сізді тастап ешқайда кетпеймін. Және де мында сіздің тұқымын құрған. Айтып отыратын уақыт жоқ, тезірек кеш біл. Әке, Қаш! Мұнда неге келді? кім ол? Кім сіз? Мен осы қамалдың қожайынымын. Мен әкеме келдім. Өтінемін, жіберіңізші оны. Мұнда баса көптеп кірмеу керек еді. Әкенің халы мүшкіл. Өтінемін, жіберіңізші. Сен ештеңе десе алмайсың. Ол менің тұтқыным. Бір амал болу керек қой. Тоқтаңыз. Орында мені алыңыз. Жоқ бе, мен мұныңа қарсымын. Сен осында қаласың ба? Егер осында қалсам, әкемді жібересіз бе? Я, бірақ бұл жерде бір жола қалам деп уәде бер. Жоқ бе, мен қартайған адаммын. Мен сенің айтуына қарсымын. Мен ақ мұнда қалайын. Әке, Конечно. мен уәде бердім. Жоқ, әке! Жоқ! Қожайын, мейман қызында біраз уақыт болады екен. Ендеше оған қонаққа алғанды жайлы бөлмесін сатып қайтеді. Енді өзіңіз білесіз. Әкеме де қоштасуға рұқсат бермеді. Енді әкемді қайта көрем. Ешқашан да көрмеймін. Жүр бөлмеңді көрсетейін. Менің бөлмемде? Сонда... Осы мұнарада қалам деп едің? Жоқ. Ендеше отсылымнан еп. Бұл жер саған ұнайды деп сенемін. Осы қамал мені сенің үйің. Арал көріне болады. Әйтседе батыс қанатқа барма. Батыс қанатта не бар? Тыйым саламын. Бірдеме қажет болса, қызметшілерім саған көмектеседі. Түскі асқа шақырамыз. Түскі асты менімен бірге ішесің. Және бұл өтініш емес. Ал енді балалар, айтқаныма барыңдар. Балалардың әдеттегідей емес. Құлақанашы! Қанекен! Қайда жүр өзі? Оған көмек етсіз деп едің ғой. Неге келмей жүр? Сақтаңыз. Қыз бір күнде де әкесінен де қосылған да айырылды. Қожайын, сиқырдың күшін жойып осы қыз деп ойладыңыз ба? Әрине ойладым. Ақлақ емеспін ғой. Түсінікті. Демек сіз оған, ал ол сізге ғашық болады. Сөйтіп сиқырдың күші жойылады. Сосын бәріміз адамға айналамыз. Иә, екеуіңіз бір-біріңізге ғашық болып, сіз қайтадан ханзадаға, ал біз адамға айналамыз. Алақай! Тыныш, бұл оңай шаруа емес. Оған уақыт керек. Әйтседе, раушан күн солып барады ғой. Бұдан еште шықпайды. Ол болса сондай сұлу, ал мен болсам күріп тұрсыңдар ғой. Сізді басқа қырмыздардан ұнамырса беріңіз. Сонда қалай? Енді өзіңізді ұстауға тырысыңыз. Еңсеңізді көтеріп ержіп кәнінес кірсеңіз. Иә, ол қыз кіріп келгенде оған қарап жымиыңыз. Кәне жымиыңыз. Керек жоқ, қызды шашып аласыз. Ақылыңыз бен тамсандырыңыз. Шынайы болыңыз. Оны мақтаңыз, көңілін табыңыз. Сонымен қатар өз-өзіңізді ұстаңыз. Әне келді. Ал қыз қайда? Дейсіз? Қыз? Қыз, шынымды айтсам, қожайын былай ғой, қыз келмейді. Немене? Мәртебелім қойса мәртебелім тақсы ашылмаңыз. Өтінемін, сабыр етіңіз. Бәрін шақырып болыңыз, мәртебелім. Саған түскі асқа
асқа кел дегенің қайда? Қожайын, түмеге түсірем деп едім, қырсығып тұрып алды. Несін-ай, уф! Менің қарным аш емес. Шық қане, әйтпесе осы есікті сындырамын. Өтінемін біл, түмеге түсі. Егер сен қожайынды ашулансаң, онда бәрімізді де оңдырмайды. Қожайын, айтқа көрімаңыз. Бірақ қыздың назарын солай аудара алмайтын сияқтысыз. Жұмсақ болыңыз. Барынша шпион болыңыз. Бірақ өзі сондай қырсық екен. Сабыр едің, сабыр. Сыбайырақ. Түскі асқа келесің бе? Өтінемін. Рахмет, бірақ жоқ. Егер сен түскі асқа кетсең, мен қуанып қалар едім. Жоқ, рахмет. Сонда осы бөлмеден шықпай отыра бермексің бе? Шықпаймын. Ендеше астан қат, менімен бірге тоңатанғысы келмейді екен. Онда мүлдем нәр татпай-ақ қойсын. Қызығып қалды. Қожайын онымен сыпайы сөйлесті ғой. Мен сені тиіспеймін, қолсыз. Олар тіл табысу үшін тек қана уақыт керек. Өзінің ұстам мінезінен арылмаса сықырды ешқашан. Сізді көргеніме сондай қуаныштымын. Бекер, көксір болып, ал мынау өкілгер. Ал мен кім екенімді білесіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Қуаныштымын, жарқыным. Астап қарным ашып тұрғаннан. Қарным ашты, не дегенін естіңдер ме? Хастар мен тамақтар, кәне ойындар, балалар, бері келіңдер. Сізге қонақ келді ме? Я бұтам. Анашы, менің ойымша бізге көкегі ханым көмек болады. Болмаса жазғыларымызды мерекелік кешкі аз дайындаймыз. Гардероб ханым! Газиру ханым, біздің қонағымызға кешкі асқа дайындауға көмектесіңізші. Әйтеуір біреудің керегіне жарайтын болдым ал кәнекей созуын келіңіз. Мына үстіңіздегі алжапқышты алып тастайық. Мынаны бұлай, мынаны бұлай ілеміз. Ал мынаны басымызға, солай мынаны жағына. Енді кешкі асқа дайынсыз. Әрине әдемі, бәрі керемет. Бірақ қожайынның айтқанын есіреннен шықпас еді. Қожайын тағы ашуланса, не істейміз? Жа, сәбір етінемі? Қашын алмайды. Жарайды, онда бұл қызға қарасымен қашқаннан берейік. Оқсып, Осылаған маман ба? Бұл қыз біздің мейманымыз. Қош келдіңіз. Кәне, жайғасыз. Мархаба, өзіңізге қонақ қызмет етеміз. Көз болмай, түскі асына да әкеледі. Ширики, не да? Келтірлет, көрсетейік шын құрмет. Түр-түрін тағанның ұсынай қуана. Көңіліңіз қалайды, қайсысын бекешім. Өз үйіңізде көріңіз, дәмен ауыз тиіңіз. Беріңіз бағасын, бұл Франция бекеш. Қысылмаңыз, дамалыңыз мархабат. Мінезе сағыңыз, қараңыз, таңдаңыз. Келтірлет, мархабат. Қуырдақ, соттама, әлде
жыл тұрдық. Мұндай өмір кімге қызық дейсің? Әбден көміліп шаңға, әбден тот басып кеттік. Шарасыздың күйін кештік мына біз. Тірелдік амалсыз тығырыққа, құрып кете жаздап ек, кедеге енді жараймыз. Кетулер, әзірлеген асымыз көңіліне шықты, бізге тәнті болыпты. Мейманға қызмет ету ғанибет қой біз үшін. Құрметті меймандарға ыстық шай ұсынамыз. Бәріміз бір кісідей жұмылайық кәнекей, ыды жуып тап-тұйнақтай қалайық. Қонақ келсе қуанып қаламыз шаттанып. Келтірлер, көрсетейік сый құрмет. Қонақ келсе қадірлеп, қарсы аламыз қуанып. Келтірлер, көрсетейік сый құрмет. Қуантайық, жылытайық, лайықты сізге болайық. Сый құрмет, қуантайық мейманды. Шырса дейміз көңілінің мейманы. Біз үшін мәртебе сыйласайық мәңгі. Келтірлер, Бәрекелді тамаша, жарайсыңдар. Рахмет, бекеш керемет қойылым болды. Бәріне үлкен рахмет. Кеш болып қалды, жату керек. Мен бірден ұйықтамайтын шығармын. Мен дуаланған қамалға бірінші рет келдім. Дуаланған, қамалды дуаланған деп кім айтты? Сен айттың ба? Оны өзі біліп қойдым. Қарсы болмасаң да қамалды арамыздан деп едім. Жоқ, бұл жақсы ой емес. Аралыңыз керемет. Біздің керемет сарайымызда қуана көрсетуге дайынмын. Тоқтай тұр, мен бұл ойыңды құптамаймын. Бұл қызға кейбір жерлерді көрсетуге болмайды. Нені меңдеп тұрғанымды түсінесің ғой. Сен үнемі бәріне қарсы боласың да жүресің. Көксор. Онда өзіңіз арал тартыңыз. Мені байқауымша сіз көп нәрсе білесіз. Енді мен негізі бәрін білемін. Ана жерде не бар? Ол жақта ма? Ештеңе жоқ. Батыс қанатай, қысқарлықта ештеңе жоқ. Қара түнге. Батыс қанат, сол жаққа. Айтып қойғаным не? Сол жерде не жазылып тұр? Бұл жақты аралай берсек қайтеді. Бізде көнеден келе жатқан керемет ел. Рола тұрған ештеңе жоқ. Бәрін көріп болсақ, басқа жерлерді де аралайық. Бау-бақшаны көрсек, әлде кітапхананы көресіз бе? Мұнда кітапхана бар ма? Иә, бар болғаны қандай. Сен мұнда кітапхананы өміріңде көрмеген шығарсың. Бар болғанда қандай. Түрі бар. Тау болып билеп жатыр. Кітаптың астына қаласыз. Мұнда неге келді? Кешіріңіз, бірақ мен Ол жерге келуші болмайды, сізді қиды ғой. рахмет. Не көздері жолдағанын білесің бе? Кет, жоғал. Қайда барасыз? Өтеге таймыз ғой. Өтеге бергенім рас, бірақ осында қалмайтын шығармын. Өтінемін, ондай көріңізші. Оны жалғыз қалдырып кетпеңізші, өтінемін. Бұл сиқырлы қыз қайда қашып бара жатыр екен? Мен сені қазіргі дейінші әдемі болған көйлектені қарашы. Жоқ, оның маған керегі жоқ. Бұл қалай болғаны? Өмірімде бұрын-соңды әдемі көйлектерін арқайдығымызды көрмеппін. Қамал тұрғыны болып қалуыңды сұраймын. Сен оған қатты керексің. Жоқ, өтірік, оған ешкімнің керегі жоқ. Мына жылы шырайтам. Жоқ, ол менің қолымнан келмейді. Біз сені ешқайда жібермейміз. Онда мен барып даладағы бау-бақшаға барамын. Үсік түседі. Сарайға қайтып кірмеймін. Сіз оны сыпайы түрде сарайға шақыруыңыз керек. Иә, оны сарайға шақырыңыз. Сені сарайға кіруді сұраймын.
сен қашып кетпегенде ешнәрсе болмас еді. Мені қорқытпағанда мен қашып кетсем. Бірақ батыс қанатқа бармау керек еді. Ал сен өзіңнің бұл мінезіңді тоқтату керексің. Айтпақшы, балалар қалдырмағаның үшін рахмет. Оқасы жоқ. Таң қаламын, таң санамын, ол дөрекі және сұсты болып еді. Өзі қалай өзгерді ме, дауласпайды неге байқамай жүрдік біз. Жасқанған жоқ, қорыққан жоқ, келіп жақын қарады менің көзіме. Құбыжықты жатырқамай, сөніп қалған үміт отын тұтандырды. Үнде әлде түспе, көздері толы мейірімге. Мен іздеген ханзада, осы болар бәлкім, кім біледі жауабын. Ойлаған күн, сенбеймін мен, Құдайым-ау, қалай болды? Ойлаған күн, тіл табыса, тек екеуін сүйсіндіріп шаттанайық. Осы күнді күтумен болдық сарғайып. Осы күнді күтумен болдық сарғайып. Көргенме? Енді арманың соңына алып болды. Сене алар емес. Олардың бір-біріне көзқарастары деген, бірақ ештеңе көрмейді. Сені қойдар байлық қайлар. Ат үйден шарасымен бастан асады. Я жаңа договор не айтылырда. Сен күткен достарым. Ол не? Оны есіңде түсінесің. Біз нені күттік, анашы? Бұл өте Адам қайдан адам қалай? Біз күткен күніміз жақындап қалды. Тезірек адам болуымыз қайын. Оралса екен. Осай. Достар, біз асыға күткен күн жақындап жатыр. Бұл шынымен болып жатыр ғой, солай ма? Не? Қайтадан адамға айналамыз. Қайтадан адамға. Елестетіңдерші, бұл не деген ғажап? Мен соң бақытты болам, әдемі болам, мені ханымдар қоршап алады. Қуаныштан шаттанам, сұлуыма бәрі таң қалады. Мен бәрін баурап алам, бұл басқаларға ұнамас. Тағдырмен күресеміз, сиқырды жеңеміз, сәттілік бәрімізге күлімдесе. Адам болып қалсақ, қайта адам болсақ, шырқап әсем әуен саламыз. Адам болып жүру, тірі адам болу. О Құдайым, бұл не деген бақыт? Бір тамшы боз жиыр және опадалап, кешкі көйлегімді киемін, шашымды бұралап, айнаға бір
қайғыны ұмытсақ, тату тәтті болсақ, күтеді бізді бақытымыз. Теңіз жағасында және күн астында сусын ішіп шалқып жатар ем. Көп саяхат жасап өмір сүрер едім. О Құдайым, бұл не деген бақыт. Жылдам шамды жағында ескертіс күрісінде мұнда бәрін желдетіп жуамыз, тазалаймыз бірге. Таза ауаменен кеңірек тыныстайық, себебі сиқыр жоғалуы мүмкін кез келген сәтте. Күн сәулесі мені жарқырай түсін, бәрі тез өз орнында болсын. Мұң мен қайғыны ұмытып босатып лақтырып жүрейік. Бірге би билейік, бірге ән шырқайық, жақсы көңіл күйде болайық. Адам болып қалсақ, қайта адам болсақ, қайғыны бірге ұмытайық. Бірге би билейік, бірге би билейік, до ре миде бірге шырқайық. Қайта туылайық, қайғыны қуайық, жамандық жойылар, бәрі орындалар. Бірге би билейік, бірге би билейік, до ре миде бірге шырқайық. Қайта туылайық, қайғыны қуайық, жамандық жойылар, бәрі орындалар. Қайта адам Сонымен біздің 12 сағат 36 минут 15 секунд ғана уақытымыз қалды. Раушан гүлінің соңғы гүлдесі түссе, қарғыстың күші жойылмайтыны естеріңнен шығып кетпес еді.
Білдей сұлуды тұтқынуға жол бермеймін. Мен сенен қорықпаймын, және саған қарсы шығуға даянмын, құбыжық. Білді болса жанымның барында. Мені жалғыз қалдырма, құмдасашы. Осылай болғаны дұрыс шығар. Солай деме, бәрі жақсы болады. Жоқ, Барлығы болады, біз енді біргеміз. әйтеуір соңғы рет қалған шығар. Жоқ! Мені жалғыз қалдырма. Мен сені жақсы көремін. Ертегі әлем жанаса шындыққа, кейіпкерлері бар жетелейтін алға, үміт сыйлап жанға, сендіре білер ғажайыптарға. Үмітті сөндірме, гүлдей нәзік сезім ояна қайта, құлпырып жаңаша. Ертегі әлем жанасар шындыққа, биік құшағында табысып ғашықтар, самғасын биік. Осынау айлы жұлдызды түнде жасырмай сырды, ақтарсын екеуі сұлу мен ханзада. Ертегі әлем жетелер алған, сұлу мен ханзада. Иә, сонымен біздің бүгін ертегінің желісі өз мәресіне келіп жетті.
Аздаған минуттардан соң шымылдық жабылады. Бүгінгі біздің көрермендердің әрқайсысы өзінің күйбең тіршілігіне көшеді. Алайда біздің бүгінгі сахна төрінде тұрған 3-ші В сынып оқушылары барлық адамзатты адам болайық, адам болып қалайық, адам болып қалу ең үлкен бақыт деп ой тастағымыз келді. Бүгінгі сіздерге өз өнерін көрсеткен 3-ші В сыныбының оқушыларының бұл 5-ші рет сахна төріне үлкен қазақ тіліндегі қойылымды алып шығуы. Біздің бүгінгі болып отырған мюзиклдің дүниеге келуіне ерекше көмек жасаған біздің өз әріптесіміз Азат Мұратұлын зор құрметпен ортаға шақырғым келеді. Осы мюзиклдің толыққанды сценарийін жазып, бүкіл хореографиясын балалармен етене еңбек етіп 3 айлық жұмысының жемісін көрсетті. Азат Мұратұлы, сізге шексіз өз алғысымызды білдіреміз. Ата-аналардың атынан сізге деген алғыс сыйымызды қабыл алыңыз. Біз сізбенен мақтанамыз. Ал құрметті көрермендер, мен бүгінгі сахна төрінде түрлі кейіпкерді сомдаған 3-ші В сыныбының сұлу да сымбатты жігіттері мен қыздарымен таныстырғым келеді. Бүгінгі күні бізде кез келген қонақты төрге шығып қонақ жайлық танытқан қасықтар мен шаншықлар таныстырғым келеді. Шаншықлар рөлінде Сабыржанов Айжасар және Жамбылұлы Иса, Жамбылұлы Ибрагим Сұлтан және Нұрғиса. Нұрғисаны көрмей тұрмын. Келесі рөлде орындаған кішкентай екі балғынды өзінің анасы секілді әлемдегі бүкіл сұлулықты көруге шақырған Поц ханым Сейтжан қызы Айлун, бірінші шынаяқ Майғазиева Раяна, екінші шынаяқтың рөлінде Салих Асем өнер көрсетті. Біздің спектакльдің өн бойында ерекше өзінің әртістік шеберлігімен танылған Беллдің әкесінің рөлінде Жүнісов Ғұмыр. Көп рахмет саған, Ғұмыр. Қаладағы қыз, сарайдағы кілем рөлінде ойнаған Жауынбай қызы Зере. Кез келген адамның көркі шүберек екені рас. Адамның ішкі жан сұлулығымен бірге сыртқы жан сұлулығы да аса маңызды деп үн қосқан Шкафтың рөлінде ойнаған Бұхарбай Асылжан. Өмір деген арпалыс, жақсы мен жаман қатар жүретіні рас. Міне, біздің Люмер және Фоксфордтың арасындағы диалог бүкіл жиылған адамзатқа айналаға мейіріммен қара деп өзінің Люмердің рөліндегі және сонымен бірге сақ болу керек деп үн қатқан Ибадуллаева Алая және Мейірханов Ерасыл. Көп рахмет. Адамға ең басты керегі нәрсе адам болып қалу. Адам болайық қалайық деп үн қосқан Жандолла Майра. Барлық адамзаттың нәрі, нан ас атасы. Нан болса әнде болады деген Наубайшы және қала тұрғыны қызметінде болған бүгін бізде Ибрагимов Дінмұхамед. Кітап ғаламдағы ең керемет сыйдың бірі. Кітап оқудан қашпайық деп үн қосқан кітапханашы және қала тұрғыны Ажымұратов Алан. Зұлымдық кез келген адамға қай кезде қай сетте келетінін білмейміз. Бірақ сол зұлымдықтан құтқаратын бір ғана нәрсе ол мейірім. Ендеше өзінің барша мейіріммен құбыжықты құтқаруға тырысқан ең басты рөлдегі біздің Ханзада құбыжық рөліндегі Мадияр және сұлу рөліндегі Рақыш Серин. Серғали Мадияр және Рақыш Серин. Құрметті көрермендер, біз қолымыздан келгенше әлемге үн салғымыз келді. Адам болып қалайық. Ең басты сыйлық, сұлулық әлемді құтқарады. Зұлым күшті де жоқ қылатын бір ғана күш бар, ол сұлулық, мейірім, әдемілік. Ендеше әдемі кейіпте келіп тамаша спектакль тамашалаған баршаңызға шексіз өз алғысымызды айтамыз. Бірлік бар жиырғына тірліктің болатыны рас. Біз бірліктің арқасында осы балалардың сахна төрінде шарқауына үлкен үлес қосқан бірнеше әріптестерімізге шексіз өз алғысымызды білдіргіміз келеді.
алғыс хат ұсыну үшін сахна төріне мектеп директоры Пак Олег Владимировичті зор құрметпен ортамызға шақырамыз. Құрметті Халиндаров Алдахияр Аманоллаевич, сіздің мектеп оқушылары мен ата-аналары ұжым алдындағы беделіңіз өте жоғары. Белсене атқарған игі істеріңіз, адал да білікті жанасы ұстаз ретіндегі кәсіби шеберлігіңіз үшін алғыс білдіреміз. Тура осындай алғыс хат Шынжырбаева Айман Дәулетбақызына беріледі. Біздің сахналық керемет келбетімізді келістірген, бізбен бірге жұмыс жасаған әрине кез келген нәрсе еңбек ақыға жасалатыны рас. Бірақ бізде осы жолғы балалардың костюмын дайындаған, бізбен бірге болған костюмерлерге ерекше дизайнерге алғысымды айтқым келеді. Ол құрметті Ильясова Айгүл, сахналық өнердің өмір көріністерін көрерменнің көз алдына елестетудегі актерлердің киім үлгісінің алар орны ерекше. Ендеше біздің сұлу мен құбыжық мюзиклінің бет-бейнесін қалыптастырудағы еңбегіңіз ұшан үшін ұжым атынан сізге зор алғыс білдіреміз. Тура осындай Мақсутова Дариғаға өз алғысымызды білдіргіміз келеді. Балалардың масқаратты киім үлгісін дайындаған, өте бізбен бірге соңғы күнге дейін маңдай терін төге жұмыс жасаған Туғанбаева Жанарға алғыс хат ұсынамыз. Әрине, костюмерлер костюмді тігіп қойып үйінде отыруға болады. Бұл кісілер соңғы күнге дейін ене жүктерімен бірге біздің балалармен бірге жүрді. Еңбектеріңізге зор алғыс, қолдарыңыз дерт көрмесін дегіміз келеді. Біздің мюзиклдің қиындығы сол, бірнеше театрдың жанрын бір ғана қойылымға ерекшелеп алып келдік. Осы ретте біздің балалардың музыкалық номерлерін дайындаған Насиха Лұқпан қызына алғыс білдіреміз. Тура осындай алғыс хат Азат Мұратұлына. Азат Мұратұлы, кәсіби жолдағы ақ жүрек, адал ниетпен оқушы жүрегін алған орныңыз біз үшін әрдайым биік деп ойлаймыз. Және бізбен бірге балалармен бірге жүрген Жанерке Ербек қызы, осы сценарийдің толыққанды жүзеге асуына балалармен бірге қызмет еткен Жанерке апайдың еңбегі ерекше. Жанерке апай, сізбен мақтанамыз, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Дорогие друзья, когда мы думали о проекте школы, мы думали, что будет театр. Сегодня мы видим результат, но этот результат превзошел все ожидания, все самые смелые ожидания. Великолепная сцена, прекрасные актеры, супер костюмы. Разрешите еще раз аплодисменты для наших юных дарований. Спасибо вам, ребята, вы просто молодцы. Великолепная игра. И, конечно, это чудо не состоялось бы без наших учителей, без всей нашей команды. И в первую очередь сегодня Гузина Абена от имени... Да. Аплодисменты. Просто нет слов, да. Азат Муратович, Насиха Лұқпан. Да, отдельно спасибо нашему кудеснику света, звука Бауыржан Абдырасылович, его не видно просто. Большое спасибо родителям. Я знаю, что вот это все великолепие, это стоило долгих часов труда, нервов, времени. Поэтому спасибо вам, уважаемые родители, тоже. Денис Мамитович, Асели Мангалина, вам отдельно спасибо за всю школу, какая она есть. Көп рахмет. Әрине, бүгінгі залдағы әрбір көрерменнің біз үшін орны ерекше. Алайда, біз үшін ерекше аңыз адам бізбен бірге отыр. Бізбен бірге бүгін қонақта театр және кинорежиссер, кинодраматург,
парасат құрмет орденінің иегері Талғат Досымғалиұлы мақтаныш ретінде 4-ден орын алдыңыз. Құрметті Талғат аға, мына өтіп кеткен жас ұрпаққа бір ауыз өз тілегіңізді айтса деген арман бар бізде. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті көрермен. Бүгін Алматыға көктем келе жатқанның көрінісі бүгінгі осы балалар болды. Мен енді кәсіби театрдың не екенін білетін адамын. Мынандай декорация, мынандай костюм, ең негізгі мынандай талантты балалар сирек, бұлар бриллиант деуге болады. Бір нәрсеге өкініп отырмын. Бұларды қазір ұзатпай балапан каналына түсіріп алмаса, күздің күні бұлар өсіп кетеді. Бұлар сондай тез балалар. Сондықтан алтын балаларым, жолдарың болсын. Сендер осы қазақ өнерін алға апаратын тек қана сендерсіңдер. Бұл өмірде жолдарың болып, аман есен болыңдар. Осы мектептің мұғалімдеріне, ұстаздарына, осы спектакльде қойған барлық азаматтарға мыңда бір рахмет. Жақсы күндеріңіз көп болсын, қадірлі ағайын. Наурыз құтты болсын келе жатқан. Көп рахмет. Бізбен бірге бүгін Артишок театрынан келген ең құрметті қонақ. Біз бұл кісімен таныспыз. Күні кеше ғана балалармен осы сахна өнері туралы шағын ғана әңгіме өткізген кезде біз бұл кісімен бірге бір әлемге кіріп кеткендей болдық. Ендеше балалар, бізбен бірге дос болам деген кісіге сөз кезегін берейік. Тыңдаймыз ба? Тыңдаймыз. Добрый день. Огромное спасибо за приглашение, за этот праздник. Дорогие ребята, спасибо вам огромное. Я хочу единственное сказать, мне бы очень хотелось, чтобы желание заниматься театром у вас на этом не заканчивалось, чтобы вы продолжали свой театральный опыт сценический. Это очень-очень крутой опыт. Огромное спасибо педагогам и зрителям за любовь к театру. Пожалуйста, поддерживайте своих детей в этом начинании, это очень важно. Көп рахмет. Біз сіздің тамаша қойылымға шақыруыңызды қабыл алдық. Жақын күндері біз Артишок театрының балалар керемет қойылымын тамашалаймыз. Бұл күнге дейін біздің балалар Алматы театрында, опера және балет театрында, Қуыршақ театрында, жасөспірімдер театрында болды. Енді біздің қоржынымызға тағы да бір театрдан досымыз табылды. Жақын күндері біз осыны жоспарлап отырмыз. Үлкен рахмет сізге. Мен сценарийдің бәрін ұмытып қалдым менше. Әсел Иманғалиқызы, ары қарай сіз балаларға деген ақ тілегіңізді жалғап жүрсеңіз. Қадірменді қонақтар, құрметті ата-аналар, ұстаздар, жас артистер. Бүгін біз Сұлу мен Құбыжық мюзиклдың премьерасына жиналып отырмыз, қуанып отырмыз. Өйткені балаларымыз бір емес 4 ай бойы дайындалып, бүгін енді бар жігерін жиналып, осы сахнаға шығып бізге өнерін көрсетіп жатыр. Осыдан 2 жыл бұрын сахналық өнерді бастағанда балаларымыз осындай деңгейге жетеді деп ойламаған шығарсыздар. Енді нәтижесін көріп жатырсыздар. Балаларымыз қысылмай, гүлдей ашылып, сахнаға енді еркін шығып жатыр. Сондықтан енді барлық ұстаздар ұжымына ерекше алғысымды білдіремін. Осы мюзиклдың ерекшелігі ең алғашқы рет қазақ тіліне аударылып, бастан аяққа дейін қазақша өтуде. Осы материалды қазақ тіліне аудару өте бір үлкен еңбек. Ол біздің Гүлзина Бен қызының үнемі еңбегінің арқасында. Сондықтан Гүлзина Бен қызы, сізге ерекше алғысымды білдіремін. Рахмет сізге көп-көп. Ал енді балаларымызға айтатыным, мен сіздерден мақтанамын, марқаямын. Осы деңгейден бұрылмай, одан да бір биік жетістіктерге жете беріңдер. Таланттарым көбей берсін, аман болыңдар. Рахмет сіздерге. Мен бүгінгі алғысты ата-аналарға айтқым келеді. Әрине, құрметті ата-аналар, бұл костюм, сахнаға шығу, декорация, костюм, мұның барлығы сіздердің ерен еңбектеріңіздің арқасы. Сондықтан да мен сіздерге мынадай балапандардың ата-аналары болғандарыңыз үшін мақтанамын. Ең басты адам болып қалайық. Әлемді сұлулық қана құтқарады. Сұлулыққа көмек беретін ол мейірім. Жүректеріңізден мейірім төгіле берсінші.
тек қана жақсы күндерде кездесейік. Қош сау болыңыздар. Ең соңғы құттықтау сөзді біздің театрдың режиссері Азат Мұратұлына береміз. Здравствуйте, уважаемые гости, родители. Буквально на пару секунд я хотел в первую очередь поблагодарить наших детей за такой тяжелый труд. Можно, пожалуйста, еще раз аплодисменты нашим актерам, звездам сегодняшнего вечера. Отдельная благодарность, я хочу благодарность выразить именно нашим родителям, которые спонсировали, поддерживали нас везде, во всех костюмах. И отдельная благодарность, Асель Мангалиевна, лично вам, то, что вы поддерживаете искусство, поддерживаете наши идеи, наш труд, все декорации, которые вы сегодня здесь сейчас видите, вот, Асель Мангалиевна, при помощи вашей поддержки. Также отдельная благодарность администрации школы, руководству школы, которые все время нас поддерживают. Динара Раимкуловна, вам отдельное спасибо за все время, что нам вот актовый зал без всякой очереди, без всякого расписания мы репетировали постоянно здесь. Гульзина Абеновна, Жанерке, Насиха Лукпановна, Самал Ержановна, Баужан Абдресилович и все, кто причастны к этому мюзиклу, огромное спасибо. Для меня, честно скажу, тоже был первый раз опыт. Я обычно режиссер телевизионных проектов. Первый раз в жизни ставлю мюзикл, тем более еще на детей. Всем огромное спасибо. Надеюсь, что мы оправдали ваши надежды. Ешқайда түспейміз, қазір фотоға түсуіміз керек. Оқушыларды сабағына қарай жіберіп алайық. Одан кейін өз туыстарыңыздан сахнаға жақындаңдар.